Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған банкада жауып сақтайтын икра салатын дайындайтын боламыз. Жыл сайын осы рецепт бойынша жасаймын, ешқандай да атылмайды. Қорықпай, видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Бисмиллах деп ең алдымен икраға қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Бізге осындай қызанақтар қажет болады. Барынша етті түрін таңдаған дұрыс. Сонан соң тәтті болгар бұрыштары қажет болады. Өз қалауыңыз бойынша әртүрлі түстерінен қоса берсеңіздер болады. Көк шөптерден укроп пен петрушка қосатын боламын. Баклажан, сәбіз, пияз, чеснок және сұйық май қажет болады. Осы заттардың барлығын керек емес жерлерінен тазартып дайындап аламыз. Ең алдымен пиязымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Пиязымыздың барлығын ұсақ етіп турап дайындап алдық. Енді ыдысымызға майымызды құйып, май қызығаннан кейін жаңағы пияздарымызды салып, пияз қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз жұмсарып қуырыламын дегенше, келесі кезекте біз сәбізімізді үткіштен өткізіп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша ұсақ етіп турап қоссаңыздар да болады. Мен осылайша үткіштен өткізіп дайындап алдым барлығын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің пиязымыз кішкене сарғайып, пиязымыз жұмсарды. Енді осының үстінен жаңағы үткіштен өткізілген сәбіздерімізді салып, 5-6 минуттың көлемінде қуырамыз. Сәбіз қуырыламын дегенше болгар бұрыштарымызды кесіп дайындап аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп орташа бөліктерге бөліп аламыз. Болгар бұрыштарымыздың да барлығын кесіп дайындап алдық. Ендігі кезекте баклажандарды да орташа бөліктерге бөліп кесіп дайындап аламыз. Баклажандарымызды да кесіп дайындап алдық. Біздің сәбізіміз де қуырылып, жұмсарып, дайын болып тұр. Енді осының үстінен болгар бұрыштарымызды саламыз. Болгар бұрыштың барлығын салмаймын, тең жартысын салып, жақсылап 7-8 минуттың көлемінде қуырамыз. Оған дейін біз қызанақтарымызды турап дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, орташа бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Достар, егер де сіз менің арнамда жаңадан келген оқырман немесе тіркелмей мені қарап жүрген болсаңыз, міндетті түрде осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Қызанақтарды кесіп дайындап қойдық. Енді осы аралықта біздің болгар бұрыштарымыз жақсылап қуырылып алды. Ендігі кезекте баклажандарымыздың да тең жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Кейін үстінен қызанақтарымыздың да тең жарты бөлігін салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы 10 минуттың көлемінде қақпағын жауып, бұқтырамыз. Кейін қақпағын ашып, жақсылап араластырамыз. Салатымыздан өзінің бойынан суы бөлініп шыға бастайды. Сол кезінде қызанақтарымыздың қалған бөлігін саламыз. Жақсылап бір тегіс етіп жайғастырып, оның үстінен баклажандарымызды салып, оны да дәл видеода көрсетілгендей етіп бір тегіс етіп жайып, оның үстінен болгар бұрыштарымызды саламыз. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп рет-ретімен саламыз. Оның үстінен тағы қызанақтарымызды салып, ара-арасында жақсылап араластырып жібереміз. Кейін қақпағын жауып, тағы да бұқтырып қоямыз. Мінекей, менде 30 минуттың көлемінде қайнап шықты. Жақсылап араластырып, тағы да қақпағын жауып, қайнап піскенше қайнататын боламыз. Арасында осылай міндетті түрде араластырып тұрамыз. Енді осы аралықта сарымсақтарымызды кесіп дайындап алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақ етіп кесіп аламыз.
Сарымсақтардың барлығын ұсақ етіп кесіп дайындап алдық. Енді укроп пен петрушканы да дәл видеода көрсетілгендей етіп ұсақ етіп кесіп дайындап аламыз. Мінекей біздің салатымыз 1 сағаттың көлемінде қайнады. Өзінен суы өте жақсы бөлініп шықты. Пісуге жақын қалды. Енді осы салатымыздың үстіне дәміне қарай тұз және қант салатын боламыз. Мен үлкен қасықты толтырып 2 қасық тұз, 2 қасық қант салдым. Тұз бен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен сарымсақтарды саламыз. Оның үстінен көкшөптерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін тағы да 15-20 минуттың көлемінде қайнатамыз. Салатымыз 20 минуттың көлемінде қайнады. Енді үстіне 70% сірке суынан үлкен қасықпен 1 қасық салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Ендігі кезекте банкаларымызды булап аламыз. Мен осы тәсілмен булаймын. Қақпақтарын да міндетті түрде бір қайнатып аламыз. Ендігі кезекте міндетті түрде парлап алған банкаларымызға салаттарымызды салып аламыз. Кейін жан-жағын жақсылап сүртіп алып, қақпақтарын жақсылап жабамыз. Банкаларымыздың қақпағын жақсылап жауып алғаннан кейін оның жақсы жабылғанына көз жеткізіп, жақсылап қарап шығамыз. Кейін банкаларымызды келесі бетіне төңкеріп, жылы орамалмен жауып, 1 тәулікке қалдырамыз. Мінекей біздің икра салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен бұл видеоны бірнеше күннен кейін түсіріп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да атылмаған, бұзылмаған, түрі өте әдемі болып шығады. Сондықтан да қорықпай жасай берсеңіздер болады. Қыстың күні тағам орнына да жеп кете берсеңіздер болады. Өте тойымды салаттардың бірі. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.